Бәріңе сәлем. Видеоның сыртынан ақ түсінген шығарсыңдар. Бүгінгі видеода мен 14 жасымда қалай 100 000 теңгеден айырылғаным туралы өмірлік оқиға болады. Бұл оқиға ұзақ және де қызықты болады, сондықтан да жейтін заттарыңды алып алыңдар. Ал біз видеоға кеттік, короче. Это переход, короче. Оқиғаның басынан бастап түсіндіру үшін дұрыстап түсіндірейін. Бұл оқиға 9 сыныпта басталды, яғни менің 14 жасымда 2019 жылы. Бірақ қай күні болғаны вообще есімде жоқ. Бірақ бұл информация бізге маңызды емес. Короче, сол жылы мен мектеп бітіріп, енді колледжге баратын уақытым еді. Колледжге түсу дегенде мен басында аттестат 4 пен 5-ке толса болды, көп колледжге, ал 5-ке толса барлық колледжге қиналмай түсуге болады деп ойладым. Ал менің аттестатым 4 пен 5-ке толған болатын. Сөйтсем, аттестат қызыл болса да, көк болса да, хоть фиолетовый болса да, бәріне поебать екен. Сен оқуға түскенде бәрібір тест тапсырасың. Тесттен аз балл алсаң, платный оқуға түсесің, көп балл алсаң, грантқа түсесің. Ал өздерің білетіндей, платный оқу дегеніміз государствоға ақша төлеп оқитын категория. Ал грант дегеніміз ешкімге ақша төлемей тегін оқу, еще үстіне қосып тағы да ақша аласың. Оны көбісі стипендия деп атайды. В общем, мен осы тесттен жоғары балл алып грантқа түстім. Болды, өмірім жұмақ, сабақ оқымасам болады деп ойладым басында. Ал негізі ондай емес екен. Бұл жердегі 4 деген баға мектептегі 5 деген бағамен бірдей, ал 3 4 пен бірдей. Осыдан решение шығарамыз. Бұл жерде оқу пи***ес қиын. Егер мектеп бітіретіндер бар болса, онда осыны есте сақтаңдар. Аттестат колледжге түсуіңе қатты маңызды емес. Бірақ сабақ оқымаңдар деп айтып жатқан жоқпын. Менің айтайын дегенім, егер аттестаттарыңда 1 или 2 3 деген баға түссе, қатты назар аударудың керегі жоқ, егер мамандыққа керек пән болмаса. Ал егер бәрі 4 болса, еркін жүре беруге болмайды. Өйткені тек қана аттестация ғана сенің біліміңді шешпейді. Осындай сендерге чисто 2-ші курс студентінен кеңес. Бірақ бұл видео менің оқиғам туралы болғандықтан мен колледжге түстім және стипендия 5 ай алдым. Әр ай сайын стипендия плюс-минус 16 теңге болатын сол кезде. Сендер білмесеңдер айтып кетейін, әр колледжде кейбіреуі рубежка дейтін, ал кейбіреу аттестация дейтін, осындай ай сайын студентті бағалайтын система бар. Яғни бір ай өтеді, сосын сенің бір айлық толық барлық пәннен бағаларыңды шығарады. Бізде бір семестрде 4 аттестация болатын, ал бір курста 2 семестр болатын. Семестрде бүкіл аттестацияны қосып және зачет тапсырып, оның бағасын қосып, барлық пәннен бір баға шығаратын. Және ол бағалар келесі семестрде сенің тағдырыңды шешетін. Барлық бағаның өзінің рөлі бар. Мысалы, 2 болса колледжден шығасың, 3 болса стипендиядан айырыласың, бірақ тегін оқи бересің. 4 болса стипендия аласың, 5 болса президентский стипендия аласың, типа обычный стипендияға тағы ақша қосып көбірек стипендия аласың. Кейбіреу ойлауы мүмкін, бля, изи ғой, семестрге 4 аласың, и стипендияда қаласың деп. Ал сендерге айтайын, бұл изи емес. Өйткені барлық пәннен 4 болып, бір пәннен 3-ке шықсаң болды, стипендия проебана. Тура осындай оқиға былтырғы жылы менде және менің группамдағы кейбір балада болды. Көріп отырсаңдар, салам алейкум жігіттер. Бұл жағдай қалай болды? Менің оқуға түскеннен кейін барлық пәнге активно қатысып, бәрін 4 пен 5-ке оқыдым. Бірақ математика басқаша болды. Мен ешқандай тақырыпты дұрыс түсінбейтінмін. Яғни мұғалім түсіндіреді, бірақ есептер басқаша болады. Чо за бред? Бірақ есептер түсініксіз болған соң мен математика бұл өмірге керек емес деп почти оқымадым. Оқуға тырыстым, бірақ ештеңе түсінбедім. Ол кезде 15-те болған соң математика өмірге керек емес деп ойладым. Қазір 16-ға толып ақыл кірді. Қазір менің ойымша бәрібір математика өмірге нахуй керек емес. Келісетіндер комментке ойларыңды жазыңдар. Маған оқуға қызық болады. Енді осы математикадан бірінші аттестация 2 болды, екінші аттестация 2 болды. Ары қарай не болған ұмытып қалдым, бірақ походу 3 сосын 4 болды. Осыдан менің 100 000 теңгені проебім басталды. Сессия тапсыратын уақыт келді. Ал мен мұғаліммен қанша сөйлессем де 3-ке шығасын деді. Менде көп стресс болғандықтан басқа пәндерді ойлау туралы вообще ой болмады. Бірақ бәріне 4-ке шығатыныма уверен болып, математиканың проблемаларын шешуге тырыстым. Қанша тырыссам да проблеманы шеше алмадым. Сосын маған 3 қойды. Сол кезде өте обидно болды маған. Өйткені мен тек қана математикадан 3-пін деп ойладым. Оказывается, мен тағы русский литературадан 3 екенмін. Негізі мұғаліммен келісуге болатын еді, бірақ менде желание болмады. Мен алдымда 3 қойдыра салдым. Осыдан кейін государство стипендияны 16-нан 20 000-ға дейін көтеріп тастапты. Аха. Рахмет государство. Осыдан шешімін шығарсақ, бір семестрде 4 ай, еще сессия 1 ай болса, 5 ай стипендиясыз, яғни 20 000-ды 5-ке көбейтсек, 100 000 теңге болады. Маған көбісі айтты, стипендиядан айырылсам басқалар алып жатқанда қызғаныш болады деп. Бірақ менде ондай болған жоқ. Маған пайт болды. Осыдан ары қарай сабақ дистанционно болғандықтан математикадан қалай да 4 алдым және стипендияны қайтарып алдым. Осылай 100 000 теңгені қалай проебать еткенім туралы видео аяқталды. Видеоға лайк басыңдар, каналға тіркеліңдер. Соңында айтарым, мектепте кішкене болсын сабақты түсінуге тырысыңдар. Себебі колледжде маған сеніңдер, сабақ 2 есе қиын болады. Аттестацияны, дипломды ақшаға да алуға болады. Осымен видео аяқталды. Давайте, короче.